Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен өлшемсіз осындай суреттегідей кофтаны матадан тігетін боламыз. Мұндай кофтаны тігу үшін көлемі 1 метр 1,50 метр болатын матаның қақ ортасынан бүктеп, тура ортасынан қиып алдым. Қиып алынған матаның бір бөлігін ұзынынан 4 бүктейміз және өзімізге кең тұратын футболка не кофта көйлек болсын соны алып, видеодағыдай матаның үстіне қоямыз. Одан кейін тігіске 1 сантиметр бере отырып, иық тігісін және қолтық ойындысын видео бойынша қиып шығамыз. Иық бөлігін қиып алғаннан кейін матаның үстіне футболканы қайта қойып, мойын ойындысын кесіп аламыз, алды артын бірге. Одан кейін кофта дайын болып қалған кезінде киіп отырып, алдын бөлек қиып алдым мен. Енді матаның қалған екінші бөлік бар, соны біз тура ортасына екіге бөліп, бұл бізде 2 жең болады. Сол жеңді жеңнің ойындысына белгілеп, реттеп қиып аламыз. Матаның негізгі бөлігіне жеңді беттестіреміз. Өлшеу барысында оның артық не кем-кетік тұстарын реттейміз. Менде артық шығып тұр, соны қиып тастаймыз. Және де бұл жең бізде ұзын, сондықтан да кию барысында көлемін өлшеп қысқартатын боламыз. Машина тігіспен тікпес бұрын мен оны инелермен түйреп алдым. Өздеріңіз көктеп алсаңыздар болады. Кофтаның иығын тігіп алған соң, видео бойынша жеңді инемен түйрелеп аламыз, немесе көктеу тігіспен тігіп алып, машина тігіске салатын боламыз. Бізде матамыз эластикалық трикотаж болғандықтан кішкене қиындықтар туындауы мүмкін. Кофтаның ұзындығын өзім қалауымша кесіп, оны 1-2 сантиметрге көктеп, кері қаратып тіктім. Маған қажет өлшем бойынша кофтаның алдыңғы мойын ойындысын жоғарыдан санағанда 3 сантиметр төмен етіп алып, екі бетін беттестіріп, видео бойынша кесіп аламыз. Өлшеп алынған мойын ойындысына сай, ені 2 сантиметр болатын манжетті мойынға қадап тігетін боламыз. Білезігімнің өлшемін резинкамен алып, оны 2 дана етіп кесіп аламын. Өлшеп алған резинкемізді түйрегіштің көмегімен алдын ала дайындап қойған жеңнің осындай бөлігіне кіргізіп, соның ине жіппен тігіп, әдемілеп, көркемдеп қоямыз. Нәтижесінде суреттегідей жең шығады.